Ассалаумағалейкум, құрметтегі жақсылар, құрметті достар, құрметті бауырлар. Бүгін қасиетті жұма құтты болсын. Уағалейкум ассалам. Бүгін Батыс Қазақстан облысы мен біздің Алматы, Астана, Шымкент, Тараз уақыттар теңескен күн. Құтты болсын баршаңызға. Берекелі уақыт болсын, хайырлы уақыт болсын. Алла Тағала осы уақытымызды берекелі қылсын. Бұйырса енді TikTok'та жиі кіріп отыратын боламыз, жиі қосылып, TikTok парақшамызды жүргіземіз, Алла қаласа. Осылай стримге шығып, эфирге шығып, иншаллаху тағала. Біздің негізгі контент діни, рухани және психологиялық. Шектен шықпаймыз. Біз шектен шықпаймыз. Анау стримде отырып бір-бірлерімен балғат сөздер айтысып, сөйтіп жатады ғой. Біз шектен шықпаймыз. Біздің мақсат адамдарға рухани әрі психологиялық тұрғыдан көмек беру. Рухани иммунитет қалыптастыру. Адамдардың сенімін дұрыстау. Санасын дұрыстау арқылы өмірлерін ретке келтіру. Сізге жазылуға бола ма? Әрине болады. Жазылсаңыз болады. Проработка жасаймыз. Уағалейкум ассалам. Қандай форматта өтеді консультация? Консультация онлайн форматта өткізсек болады. Онлайн және офлайн. Консультация онлайн және офлайн. Ал енді жеке проработка жасайым десеңіз, онда офлайн келгеніңіз дұрыс болады. Біздің қасымызда болып, жанымызда болып, сізде қандай проблема, соны анықтаймыз консультация барысында. Ол жерде консультация емес, скорее всего, ол диагностика негізінде. Проблемаңызды анықтап, сұрақтар қою арқылы сізде қандай проблема бар екенін анықтаймыз. Симптомдарыңызға қарай. Кеудеде діріл. Кеудеде діріл дейді. Дейді. Ана дұрыс жазылмаған. Жүрек ауызға тығылу бола ма? Болады. Кеудеде діріл, оны тремор дейді. Тревожное расстройствода тремор дейді. Сізге онлайн қаралуға бола ма дейді. Болады қаралуға. Онлайн қаралуға болады. Қанша теңге болады дейді. Консультация достар 10 000 теңге. Менің парақшамда номерге хабарлассаңыз болады. Тревожное расстройство неден пайда болады? Оның пайда болу себептері өте көп. Ол ашу, реніш, ызалану, низкая самооценканың төмен болуы, өзіне өзі төмен баға беру, чувство вины, өзіне өзі кінәлау, внутренний конфликт. Сосын детский травмалар бар, ішімдік, алкогольді ішімдіктер, есірткіні қолдану деген сияқты. Постоянно агрессивный жүру, постоянно стресс, депрессияда жүру. Көп оның причиналар көп. Бала кезде қорқыныштарда үлкейе келе, есейе келе адамның бойында қорқыныштарда есейе береді, үлкейе береді. Менің көп ойлану, сосын ұйқысыздық, шектен тыс көп жұмыс жасау, бұлардың барлығы адамда тревожный расстройствоға алып келеді. Мені осы жағдайға түсірген врачтар дейді. Вот әртүрлі себептер бар. Врачтарда түсіреді сізді панический расстройствоға, әртүрлі қорқыныш нәрселерді айтып. Социальный массовый информация, мынау бұқаралық ақпарат құралдарында әртүрлі ақпараттар, негативті ақпараттар тыңдай беруді сізді тревожный расстройствоға түсіріп жібереді. Ассалаумағалейкум, ішім жел бола береді дейді. Қараңыз, панический расстройство кезінде адамның іші желдесіп, жел шығарып, немесе көп кекіре беруді болады. Көп кекіре беру. Кейбір адамдар оны шынымен шатастырады, оның ешқандай жынға қатысы жоқ.
Панический атаканың емі бар ма? 100% емес, 200% емі бар. Панический атаканың 200% емі бар. 200% онан шығасыз. Мен ол состояниеден шыққанмын. Мен ол состояниемен ауырғанмын. Панический атака деген азапты қорқыныш түрі. Қазір кезде менің үрейсіз өмір деген кітабым жарыққа шықты. Соған тапсырып беріп, соны оқып шықсаңыздар да болады. Бұйырса енді жақында кітап ал дүкеніне барады. Каспий магазинге де салатын боламыз, Алла қаласа. Через Каспий заказ берсеңіздер болады, бұйырса. Қалай соғамыз сізге? Ком горле болады, одышка болады. Сізде тревожное расстройство тоже. Маған хабарласу үшін ассистентке хабарласыңыз. Мен қазір осы жерге номерді жазайын. Номер жазайын, сосын прикрепить етейін. Так. Қазір, бір минут. Так, 805, 377, 62, 88. Так. Мінеки номерді жаздым. Прикрепить етеміз. Енді бұл 1 минут тұрады қазір. Кітап 4000 теңгеден, достар. Кітап 4000 теңгеден. Қалай соғам сізге комгерлі? Қараңыз, міне. Ассистенттің номерін жаздым. 875, 377, 62, 88. Осы номерде WhatsApp бар. Соған хабарлассаңыздар, сізбен ары қарай сөйлесеміз. Жарай ма? Уайымдамаңыздар, қорықпаңыздар. Паническое расстройство, дүрбелең шабуыл, үрейлі шабуыл, тревожное расстройство, депрессивное расстройство. Бұның барлығы жазылатын психикалық проблемалар. Жазылады. Бұлар ауру емес, ешқандай қорқатын нәрсе емес. Өтініш врачтар деп көпке топырақ шашпаңдар. Бірінші Алла, екінші солардың арқасында аман қалдым. Жо, врачтарды біз ешқашан сөкпейміз. Олар ақ қалатты абзал жандар біз үшін. Ол барлығын сөгуге болмайды. Ол врачтардың ішінде шынайы өзінің мамандығына адал, дұрыс жұмыс жасайтын, Алла үшін халыққа қызмет жасап жүрген врачтар бар. Менің өзімнің ағайын туыстарында бар. Менің бауырларым бар, әпкелерім бар, жезделерім бар, врач. Олар болмаса біз тексеріліп, бойымызда қандай проблема бар екенін анықтай алмаймыз. Мысалы, паническое расстройство кезінде адамда действительно бір қорқыныш, үрей болады, как будто бір ауру сияқты да? Ауру сияқты. Біз врачтарға ешқашан тіл тигізбейміз. Егер тіл тигізетін адамдар болса, біз оларға қарсымыз. Жүрек қысады, дем жетіспейді, үрей қорқыныш болады. Примерно паническая атака ғой. Примерно паническая атака. Бірақ дәрігердің тексерілуіне обязательно өтіңіз. Мен врачтарды айтып жатырмын ғой. Сол врачтар болмаса біз тексеріле алмаймыз. Сондықтан бүткіл дәрігерлердің обследованиесінен тексерілуінен өтіп, маған келесіз. Түсінікті ма? Қанша адамдардан сұрап жүрмін, өмір бақи кетпейді дейді ғой. Ол адамдар Құдайдың рөлін өзіне алып алған. Түсінесіз ба? 100% шығасыз. Кетпейді деген адамдар өздері шығудың жолын білмейді және шыққысы келмейді. Сол нәрсеге байланып алған панический атакаға. Ешқашан ондай ойламаңыз. Сіздің болашағыңызды Құдай шешеді. Сіз өзіңіздің өміріңізді өзгелердің шешуіне жол бермеңіз. Сіздің өміріңізді өзгелер шешуіне жол бермеңіз. Түсінесіз ба? Шыққыңыз келе ма? Маған хабарласыңыз, мен сіздің шығуыңызға гарантия беремін. Бірақ сіз қалаңыз шығуды. Түсінесіз ба? Кейбір адамдар шыққысы келеді осы расстройстводан, бірақ өзі әрекет жасамайды. Мен беремін техникаларды, сіз жасайсыз, и бұл состояниемен 100% қоштасасыз, қош айтасыз. Жарай ма? Ком горле деген незат. Ком горле деген паническое расстройство кезінде тамақта бір тас тұрған сияқты адамда бір дискомфорт болады. Жұтына алмай қалады, демалмай қалады, одышка болады. Сауданы қойып осы жолды таңдадың, молодец дейді. Ол басымызға түсті бұл нәрсе. Мен сауданы қойған жоқпын, саудада бармыз, бизнесіміз жүріп жатыр, Аллаға сан шүкір. Қазір біз шторимен, пердемен айналысып жатырмыз. Ақтау қаласында дүкендеріміз бар, Ақтауда бар, Бейнеуде бар дүкеніміз, салондарымыз. Перделі сән үйі. Ал өзім не үшін психологияны таңдадым? Өзім исламтанушы маманмын. Нұрварак Египет Ислам мәдениет университетін қызыл дипломға бітіргенмін. Аллаға сан шүкір, исламтанушымын. 2012 жылдан бері мешіттің айналасында қызмет атқарып келемін. Осы 2022-де мешіттен официально босадым. Қазір кезде жеке психолог маман ретінде жұмыс жасаймын. Семейный психолог ретінде.
сосын осы дүрбелең шабуылда жүрген адамдармен, игромания, лудомания, ішімдікте жүрген адамдармен жеке проработка жасап, солардың сол состояниеден шығуына көмектесемін. Асқазанға язва не ішсем болады? Оны дәрігерге барасыз, гастроэнтерологқа барасыз. Гастроэнтеролог. Мен дәрігер емеспін, мен психологпын, достар. Гастроэнтеролог дейтін именно асқазанның маманы. Сондықтан сізге дәрілер жазып береді, өздері береді. Ол білмеймін сізге қандай дәрі. Денол дейтін дәрі бере ма? Дәрілердің түрі көп қой. Ағай, Шымкентке келмейсіз ба? Шымкентке бұйырса барамыз, Рамазан айынан кейін иншалла. Аға, дене құрысып, көңілсіз жүрем, неден болады дейді. Сізде напряжение бар, сізде стресс бар, стресс. Стресс. Сол стрессті кетіру керек. Сақал қойған или Қытай, или Америка агенті дейді ғой. Саған сену опасно дейді. Оны сеніп-сенбеуді өзіңіз таңдайсыз. Мен емес. Сіз айтқан ақшаны табу қиын ғой дейді. Қандай курс сатып жатсыздар? Ешқандай курс сатып жатқан жоқпыз. Бұл жерде депрессия, тревожный расстройствоны талқылап жатырмыз. Орынбасар, сен олай сөйлеме дейді. Сол жағы қиындау дейді. Психологсыз ба? Я психологпын. Психолог исламтар үшін рухани наставникпін. Көз тигенде қалай емдейсіз? Көз тигенде оңай, өте оңай емдейміз. Көз тию деген нәрсе өте оңай шешілетін мәселе. Сәлеметсіз бе? Депрессиядан қалай шығуға болады? Оның техникалары бар арнайы. Смотря қандай депрессия. Депрессияның түрлері көп. Сезонный депрессиялар бар. Послеродовой депрессия бар. Жақын адамнан айырылып қалған кезде болатын депрессиялар бар деген сияқты. Шизофренияның емі бар ма? Шизофренияның емі бар. Бірақ мен шизофрения емдемеймін, оны бірінші психотерапевтпен жұмыс жасап, сонан кейін барып, кішкене есі дұрыс болғаннан кейін барып келсе, мен онымен арғай проработка жасаймын. Шизофренияға обязательно медикаменттер керек, медикаменттермен, дәрі-дәрмекпен, арнайы сондай бір дәрі-дәрмектермен емделу керек. Ақтаудасыз ба? Жоқ, Ақтауда емеспін, қазір Алматыдамын, достар. Алматы қаласындамын. Алла разы болсын, Алла баршамыздан разы болсын, достар. Так. Сізге рахмет, оқаш жоқ. Қашан Ақтауға келесіз? Ақтауға Алла қаласа май айында, мамыр айында барамыз иншалла. Сіз өзіңіз шизофрения емессің ба дейді. Құдай сақтасын. Уалейкум ассалам. Психология адамның жанын емес көңіл күйін зерттейді деген рас па дейді. Психо дегеніміз, грек тілінен аударғанда психо деген жан, нәпсі дегенді, сана дегенді білдіреді. Ал логос ілім. Енді жан ілімін зерттейтін не ғой? Білім ғой? Ғылым. Сондықтан психология енді ішкі состояниемен жұмыс жасайды. Ол көңіл күй, ол жан дүние, ол сана, сознание, подсознание, бессознание деген сияқты. Солардың барлығымен жұмыс жасайды. Маған көмектесіп жіберіңізші. Көмектесуге дайынбыз. Онлайн қабылдап жатсыз ба? Онлайн қабылдап жатырмыз. Сіз Арахмет мешітте жүретін едіңіз ғой, дейді. Арахмет мешітінде имам болғам кезінде. Ақтау қаласында. Ассаламалейкум. Жұмыстан кейін демалыс күндері расслабиться етуге болады, дұрыс. Ассаламалейкум. Сіз айтқандай менде панический расстройство бар, бірақ ішімде жын бар сияқты. Ешқандай жын кірмейді адамға. Уайымдамай қойыңыздар. Адамға ешқандай жын кіре алмайды, жын ешқандай зиян бере алмайды. Ол жағынан уайымдамасаңыздар болады. Ол самовнушение. Түсінікті? Қанша теңге табу керекпін сізбен сөйлесу үшін? Қараңыз, консультация не бар 10 мың теңге, 10 мың теңгеде де кейбір адамдардың проблемасы шешіліп кетеді. Сол консультацияның өзінде проблема шешіліп кетеді. Ақылбек, уалейкум ассалам. Проблема
бір консультациямен де шешіліп кеткен адамдар болды кәдімгідей. 2 жылдан бері осы тревожный расстройствомен ауырып, мазасызданып, сосын консультацияға жазылады. Консультациядан кейін кәдімгідей бір жеңілдік алып, жаңағыдай болды, бойындағы бүткіл қорқыныштан арылды да. Бір жаңағы айтқан неден? Консультациядан. Қайырлы таң дейді. Кейбір өңірлерде қайырлы таң болып жатса, бізде уже күн болып жатыр. Менде солай болсын дейді. Болады. Онлайн бола ма? Онлайн болады. Консультация онлайн, достар. Бір апта емделсе қанша болады? Оны консультацияда талқылаймыз. Сіздің жағдайыңызға қараймыз. Осындай деп баға қоймаймыз, бірақ енді сіздің жағдайыңызға қараймыз. Негізі белгіленген бағасы бар. Жыннан зиян келмейді дегенің қате дейді. Жыннан ешқандай зиян келмейді. Сен үшін қате бола қойсын, жыннан ешқандай зиян келмейді. Жынның міндеті тек қана уәсуәс салу болғаны. Құран мен хадиспен дәлелдеп берсең, мен саған сөзіңді мойындаймын. Ешқандай да жыннан зиян келмейді. Жынның, шайтанның айласы өте әлсіз. Өте әлсіз. Алла Тағала Құранда айтты, «Инна кайда шайтани кана даифа» дейді. Алланың кәламына, Құранына қарсы келесің, мен түсінбеймін. Жын шайтан емес ана қудырып атқандар. Олар галлюцинация. Жын шайтан ешқандай зиян бере алмайды. Жын шайтандар ана жын шығаратындарға қарап күліп тұрар жақта. Күліп, мысқылдап, масқаралап, мыналар қудырып атыр деп та. Тамағын қылқындырып, галлюцинацияда жүрген адамдардың тамағын қылқындырып, психикалық аурумен ауырып жүрген адамдарды қылқындырып, өктеп, ол жын шайтандар күліп отыр, ар жақта отырып. Жын шайтанның айласы өте әлсіз, ол адамға ешқандай зиян бере алмайды. Инна кайда шайтани кана даифа деп. Шайтанның айласы өте әлсіз. Шайтан әлсіз жаратылыс. Сонса, әлсіз. Ол көзге көрінбейді, еще мықты болса, онда ол любой адамды келіп өлтіріп кете беретін болса, онда Алланың әділдігіне жат нәрсе ғой. Алла олай жасамайды ғой. Еще ол көзге көрінбейді, еще бізді басқарады. Ол қалай кетті ол? Жын ештеңе де жасай алмайды. Ақи сақалыңа періштелер қонып жатыр ма? Бәрекелді. Не деген саналы сұрақтар. Тревоганың арты неге алып барады? Социофобияға алып барама? Социофобияға алып келеді. Агорафобияға алып келеді. Бірақ шизофренияға алып келмейді. Паническое расстройство шизофренияға ешқашан алып келмейді. Паническое расстройство кезінде әртүрлі фобиялар пайда болады. Социофобия пайда болуы мүмкін. Агорафобия, социофобия адамдардың арасында жүруге, адамдар көп жиналатын жерге баруға қорқу, адамдармен сөйлесуден қорқу деген сияқты. Агорафобия дегеніміз сыртқа шыға алмау, үйден шыға алмай қалуыңыз, закрытие болып қалу. Агорафобия боязнь открытого пространства дейді. Боязнь открытого пространства. Ашық алаңдықтарға, ашық далаға шығуға қорқу. Қанша консультация? Консультация 10 000 теңге достар. Ақи 72 қорқызға қашан барамыз? Скоро барасың, иншалла. Ниетің сол болса, барасың, Алла қаласа. Түнде ұйқысы ояу бір нәрселер жасаймын. Ұйқылы ояу бір нәрселер жасаймын, бірақ есімде жоқ. Өзім таң қалып, не бұл дейді. Бұл ұйқысырау дейді мұны. Маужырау дейді. Түсінікті? Номер 875-377-62-88. Достар, маған тіркеліп кетіңіздер, достар еді. Жын кіру деген жоқ па сонда? Кірмейді жын ешқандай да. Бекер әңгіме. Рахмет. Сиқыр деген нәрсе жоқ па сонда? Жоқ, сиқыр бар. Достар, сиқыр бар. Сиқырды біз жоққа шығара алмаймыз. Бірақ сиқырдың шешілуі өте оңай. Фалақ Нас сүрелері. Сиқырдың емі Фалақ Нас сүресі. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда сиқырлады деп келді ғой хадистерде. Мысалы, Фалақ Нас сүресін оқыды, пайғамбарымыз сразу сиқыр шешілді деген сияқты. Үш жүз жетпіс жеті 62-88. Так, номерді қайтадан прикрепить етейін, достар. Номерді қайта прикрепить етеміз.
8705 377 62 88. Міне кетті. Аха. Так. Бауырым, сенікі қате. Сенікі дұрыс бола қойсын онда. Ешқандай оған мән бермейміз. Жалғыз қалса лифт, жабық жерлерде қорқыныш бар, паническая атака ма? Клаустрофобия бар сізде. Паническая атака тоже. Паническая атака. Фобияның негізгі симптомы ол паническая атака, достар. Егер сізде фобия бар ма, бір жерде қалып қоюдан, сыртқа шығудан, немесе закрытие, тесный бөлмелерде, лифт болсын, немесе тар бөлмелерде қалудан қорқу болса, онда сізде паническая атака бар. Сондықтан паническая атака сізді неге алып келді? Фобияға. Ол қандай фобия? Клаустрофобия дейтін. Саламатсыз ба? Мен сіз айтқандай 3 ай ауырдым. Енді Аллаға шүкір жақсы болдым. Арасында басым ауырады дей. Қай қаладансыңдар? Мен де сондай үйден шыға алмаймын. Үйде қара көлеңке мен үйде көрінеді дейді. Сізде агрофобия бар. Әйелдің бұрынғы сөйлескен еркектері туралы сұрай беру психикалық ауруға жата ма? Жатады, ОКР бұл. Ол навязчивый мысли. Сиқыр ол немен келеді? Сиқыр ол жынмен келеді деген бірде-бір дәлел тауып беріңізші. Бір дәлел тауып беріңізші. Сиқыр жын арқылы келеді деген бір дәлел айтып беріңізші. Сиқыр ол бір бөлек бір әлем ол. Ешкім түсінбейді ол. Сиқыр Алланың қалауымен болады. Алланың қалауымен кетеді. Түсінікті? Ілімің жоқ болса, діни білімің жоқ болса, түсінесіз ба? Діни білімің жоқ болса, бұл жерде сөз таластырудың қажеті жоқ. Діни білімің болса, Пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадистерін түсінсең, Аллах Тағаланың Құранын түсінсең, онда жазсаң болады. Сұрақ 3 түрлі болады. Біріншісі шын сұрақ, екіншісі сын сұрақ, үшіншісі жын сұрақ деген. Біріншісі шын сұрақ дегеніміз білгісі келіп сұрайды адам деген. Білгісі келіп шынайы сұрайтын сұрақтар болады. Екіншісі сын сұрақ деген. Өзі білетін сияқты және өзгелерді мысқылдап, жаңағыдай сынау үшін сұрайды. Үшіншісі жын сұрақ. Жаңағы айтқан сұрақ қояды, бірақ өзінің не сұрап жатқанын өзі білмейді. Сұрақ қойып жатады да, бірақ не сұрап, не үшін сұрап жатқанын да білмейді біреулер да. Сіздікі қайсы сұрақ, соны анықтап алыңыз бірінші. Шын сұрақ болса, онда мен шын жауап беремін. Сиқыр жындар арқылы келеді деген бірде-бір дәлел тауып келіңіз, содан кейін мен сізге айтамын. Анау ауылдағы біздің Қазақстандағы дүмшелердің сөзіне тойып алып, ол дүмшелердің, жын шығарып жүргендердің діні бөлек. Лакум динакум валия дейін, оларға айтарым. Сенің дінің өзіңе, менің дінім өзіме. Хақ ислам ол біреу. Хақ исламда келмеген дәлел дәйексіз. Мысалы, музыка тыңдаған адамға жын кіреді деген бірде-бір хадис бар ма? Сондай дүмшелер айтып жүрген. Қыздар шашын жайып жүрсе, жаңағыдай шашына жын жыпырлар жабысып, ішіне жын кіріп кетеді деген бірде-бір хадис бар ма? Жоқ, оның бәрін ойдан шығарып, ойдан дін жасап жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, "Мен кадаба алейя мутаамидан фалиятабауа мақадаху минан нар." Кім-кім менің атымнан жалған сөйлейтін болса, ол өз орнын тозақтан дайындай берсін деді. Болды, оларға дайын уже, Құдай сақтасын. Пайғамбардың атынан жалған сөйлеу. Сонсыз ба? Мен де білемін қазір деген. Мен де кезінде жын шығарумен айналып жүргенмін. Сосын көзім жетті, зерттедім бұл нәрсені. Тоқса адам ішіне ешқандай жын кіре алмайтынын. Мен де білем, қазір отырып алып жын кіреді, мен 300 мың теңге бер, 400 мың теңге бер, шығарып берем деп. Бір жынды, мысалы Шымкентте, бір жынды 30 мыңмен шығарады екен. Яғни бір адамның ішінде 6 жын болса 180 мың бересің. 10 жын болса 300 мың теңге бересің. 10 жынын шығарамыз, қазір 1 сағаттың ішінде 300 мың теңге алып қалып отыр. Ол на самом деле жын емес. Сондай адамдар маған келіп жатыр. Ешқандай жазылып жатқан жоқ олар, мысалы да. Жын деп барды, шығардық деді, 300 мың теңгесінің ақшасын алып қалды, бірақ ертесінде қайтадан баяғы қорқу, үрей, уайым, қайғы, өмірдің краскасын жоғалтып алған, қызық емес, өмір сүргісі келмейді деген сияқты. Сонда не ол жынды шығарды, ақшасын алып, сосын қайтадан кіре ма, кіргізіп жібере ме әлде жаңа жынолықтар, жынпарастар. Сол жын шығаратындардың сөздерін дінге айналдырып алған бізде кейбір дүбәралар бар, Алла сақтасын. Алланың діні ар жақта жатыр, мыналар сол жын шығаратындардың дінімен жүр да. Олардың діні өзіне ол, Алла сақтасын. Басым қысылып тұрады. Бұл неврологический расстройство. Егер МРТ, КТ жасатсаңыз, невропатолог ешқандай ауру таппаса, басыңыз, миыңыз тап-таза десе, онда сізде напряжение бар. Нервный система қысылады, соның салдарынан миға кислород бармайды. Сол кезде сізде галлюцинация болуы мүмкін, сол кезде сізде головокружение болуы мүмкін, бас айналып, сосын бас қысып ауруы мүмкін.
сиқыр қалай әсер етеді, сонда сырттан біреу оқыса ол қалай адамға зиян береді. Ол теріс энергия ғой, сиқыр дегеніміз теріс энергия, достар. Сонса теріс энергия сиқыр дегеніміз. Ассалаумағалейкум. Дуалау деген бар ғой, бар. Менде дәрі укол салдырудан қорқам, бір нәрсе болып қалатындай. Сізде уже фобия бар, уколға деген қорқыныш бар. Кері дәлел айтшы дейді. Кері дәлел айтудың не керегі бар оған? Ол дәлел жоқ қой, оған кірді дегенге бір дәлел жоқ. Оған кері дәлел айтып не керек? Я. Жын шайтан, мысалы біздерде анау жын шайтан адамды өзіне қол жұмсатады, жын шайтан адамды қылмыс жасатады, жын шайтан жаңағы айтқан адамдың өзіне өзі суицид жасатады деп айтып жүрген дүбаралар бар ғой. Мысалда, сол Алла Тағала ертең құлдарын ақырет күні сұрақ жауапқа тартқан кезде, сонда жын шайтан жасатты оны, осының бәрін деп айтады екен. Сонда жын шайтан айтады: "Жоқ, мен ештеңе жасатқан жоқ. Мен тек қана уәсуәс салдым саған" дейді. Мен тек қана уәсуәс салдым. Ары қарай сен өзің жасадың дейді. Құранда бар да, ашық айқын аят. Сосын инна кайда шайтаны кана даиф. Шайтанның айласы өте әлсіз. Шайтаннан мына жерге миллион жын шайтан келе қойсын. Олардан құтылудың бір-ақ жолы бар, бір-ақ сөз. Ол не? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Болды. Алла Тағала Құранда айтады: "Имма янзағаннака минаш шайтани назғун фастаид билла". Егер сендерді жын шайтандар азғырса, ендеше истиаза дұғасын оқыңыз. Истиаза дұғасы дегеніміз не? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Мұхаммед осы ғасырда өмір сүрсе, егер қазір ол мен Құдайдың елшісімін десе, оны не дер еді қоғам дейді. Қоғамның пікірін білмейді екен мал. Мен біреудің атынан сөйлей алмаймын, дұрыс айтасыз. Алла сақтасын. Білмеймін енді кімге сенерімізді, Қазақстаннан қашу керек сияқты. Жоқ, сіз өз жан дүниеңізге сеніңіз, жүрегіңізге сеніңіз. Сіз қалай ойлайсыз, сіз өзің жайлы қалай ойлайсыз, солай боласыз. Ты то, что ты думаешь, сен өзің жайлы қалай ойлайсың, солай боласың. Жын кірмейді деп сендің ба, жын кірмейді саған. Жын кіреді деп сендің ба, жын кіреді саған. Жынды боласың. Болды, осылай түсініңізші. Я. Сәлеметсіз. Алейкум. Сіз қалай ойлайсыз? Алла Тағала хадис құдсиде айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады: "Иннамал амалу бинният" дейді. Амалдар ниетке байланысты. Сіздің ниетіңіз, сіздің сеніміңіз қалай болады, сіз солай боласыз. Алла Тағала хадисте айтады, хадис құдсиде айтады: "Инни инда занни абди би". Құлым мен жайлы қалай ойлайды, мен сондаймын дейді. Бұл деген сөз, яғни сіз маған жын кірді деп сенсеңіз, значит сіз Алла жайлы солай ойлап жатсыз. Алла маған жынды кіргізіп жатыр деп. Сіз сосын жынды болып жүре бересіз. Қуып жүре бересіз. Ешқашан емделмейсіз. Ал жоқ, маған ешқандай жындар зиян бере алмайды. Жын шайтан маған зиян бере алмайды. Мен мықтымын, мен күштімін. Я? Десеңіз, демек Алла Тағала жайында сіз солай ойлап жатсыз. Алла мені осылай жаратты деген сөз. Түсінікті ме? Жын сізге ешқандай зиян бере алмайды. Биіктен қорқыныш өзіңді қинап, мостан өтін қорқыныш жетеді дейді. Абылай қалайсың? Нормально. Тиктокқа кіріп бастадың ба? Бұйырса тиктоктен де жүргізетін боламыз, тикток каналымызда. Жынды қанаға жауап тастар ма еді дейді. Алла қуат берсін. Так, Шымкентке келіп мені емдеп кетші, Алла шифа беруші дейді. Иншаллаху тағала Шымкентке барамыз. Жол ашу деген рас па дейді. Жолды өзіңіз ашасыз. Жолды Алла ашады. Сіз әрекетін жасайсыз. Жолды Алла ашады. Бірақ ашу сізге, Алланың сіздің жолыңызды ашуы сізге байланысты. Сіз егер өзіңізден действия болмаса, өзіңіз тырыспасаңыз, Алла Тағала сіздің жолыңызды ашу ихтимал бол. Инналлаха ла юғаййиру ма биқаумин хатта юғаййиру ма би анфусихим дейді Алла Тағала Құранда. Сендер қандай да бір қауым өзін өзгертпейінше, Алла оларды өзгертпейді. Яғни өзгеріс бізден болады. Әрекет бізден болады. Біз әрекет етеміз, солай жолымыз ашыла береді. Ойды өзгерту керек та, ой өрісті өзгерту керек. Шынымен жын туралы
темадан шыға алмай жатырық. Дұрыс, Қазақстанда басқа проблема жоқ сияқты. Дұрыс айтасыз. Міне, неге ол орыстарда жын тақырыбы қозғалмайды? Неге жапондарда жындар тақырыбы қозғалмайды? Неге Америкада жындар тақырыбы қозғалмайды? Біз ешқашан дамымаймыз, жындардан шыға алмай жатырмыз. Жын өзіме өз жүрген бір әлем, ол параллельно бір жатқан әлем. Оларға кірудің қажеті жоқ. Оларға кіре берсең, оларды мазалай бересің. Конечно, сосын келіп сені мазалайды, сені жаңа айтқан құлағыңа сыбырлайды, уәсуәс салады. Зачем саған жын? Керек па саған жын? Қорқыныш уайымнан қалай құтыламын дейді. Жекеме жазыңыз, консультацияға тіркеліңіз, Алла қаласа. Жұмыс жасаймыз. Қорқыныш дейтін эмоция. Қорқыныш эмоция. Жылау дейтін эмоция бар бізде. Қорқыныш дейтін эмоция бар. Бізде ашулану дейтін эмоция бар. Күлу дейтін эмоция бар. Бізде эмоция, чувстволар мыңнан астам түрі бар, я? Қайғыру, уайымдау, сүю деген сияқты. Бізде мыңнан астам, 2000-ға жуық чувство, эмоциялар бар. Егер сіз өз эмоцияңызды өзіңіз басқара алмасаңыз, ол расстройствоға айналып кетуі мүмкін. Ол психикалық ауруға айналып кетуі мүмкін. Мысалы, қорқыныш эмоциясын сіз басқаруда ұстай алмадыңыз ба, ол ауруға айналып кетеді. Келесіде ол қорқынышты сіз басқара алмай қаласыз. Қорқыныш сізді управлять ететін болады. Қорқыныш сізді басқарып тұрады. Жүрегіңіз қатты соғып, давлениеңіз көтеріліп, мазаңыз қашып. Онымен жұмыс жасап, ол состояние шығу үшін обязательно сізге наставник керек. Сізге көмекші керек, сырттан көмек керек. Түсінесіздер ма? Сырттан. Мысалы, фитнес-клубқа барған кезде обязательно сіз тренермен жұмыс жасайсыз ғой. Егер өзіңіз, мен өзім жасай аламын, өзім темір көтере аламын деп кірісіп кетсеңіз, сіз ол жерде травма алып қоюыңыз мүмкін, жарақат алуыңыз мүмкін, я, ауыр зіл көтерем деп. Беліңізді ауыртып алуыңыз мүмкін, грижа пайда болуы мүмкін. Сондықтан тренер керек. Сабаққа барған кезде де, жаңағы университетке оқуға түскен кезде де, бір мамандықты меңгеретін кезде де, ол жерде ұстаздармен жұмыс жасайсыз. Ұстаз жоқтың ұстазы шайтан дейді, қазақ айтады. Ұстаз жоқтың ұстазы шайтан дейді. Менің ішек қарнымда жүреді, баяғыда біреу печенье жеп сиқыр жасаған, 19 жасымда өмірімді быт-шыт қылды. Сол өміріңді неше жылда бері быт-шыт қылған болса, соны 5 минутта шешуге болады, 5 минутта. Жын туралы тема қажет емес, өте орынды. Жын туралы тема қажет емес. Панический атакамен мүлдем құтылуға бола ма? Қалай ойды өзгертсе болады, өзгерте аламыз. Сырттан көмек керек. Сіз өзіңіз өзгертуге қиналып жатқан болсаңыз, онда сырттан көмек керек. Менде фобия 100-ші этаждың үстінен жүрсем, құлап кетем ба деп, ол неден дейді. Сізде тревожный расстройство бар, сізде панический атака бар. Қалай тіркелеміз? Тегін емдейсіз ба? Тегін деген нәрсе жоқ қой. Тегін ешқашан емделмейсіз, мен сізге айтайын, гарантия беремін. Тегін адамдармен жұмыс жасап көрдік, Алла разы үшін көмектесек, осы состояние жүріп қанша ақшасы кеткен адамдар бар деп көмектестік, бірақ тегін ешқандай не істемейді, әрекет жасамайды. Потому что ақша беріп отқан жоқ. Адам ақша береді, мысалы сіз спортзалға ақша төлеп қойсаңыз, мен годовой абонемент сатып аламын спортзалдан. Фитнес-клубқа қазір мен ай сайын төлемеймін. Годовой рассрочка аламын, немесе наличка сатып аламын. Ол спортзалға мен обязательно барамын, обязательно. Мен бір айға алып, бір ай абонемент бітсе, мен келесі ай оған бармай қалуым мүмкін. Потому что ақша болды, абонемент бітті деген сияқты. Расслабиться етіп қаламын. Ал қазір мен жыл 12 ай үзбеймін залға баруды. Дәл сол сияқты. Тегін сіз ешқашан емделмейсіз. 100% гарантия беремін. Тегін никогда емделмейсіз. Осыны мына қаперден шығармаңыз. Ақша бересіз, зато аласыз. Мен ақша беріп жатырмын ғой деген подсознаниеде команда тұрады, команда. Подсознаниеде не информация тұрады. Мен ақша бердім. Сіз бердім деген нәрсені сіз ойламасаңыз да, уже подсознание соны сақтап алады да, сол убеждениені. Сосын сіз автоматически емделесіз. Мен берген техникаларды 100% жасап бастайсыз. Потому что сіз ақша төлеп отырсыз ғой. Сіз Өзбекстандық ғалымдарды тыңдаңыз. Өзбекстандық ғалымдар. Өзбекстанның муфтияты мүлдем кірмейді деп айтып жатыр қазіргі кезде ғалымдар. Сонсыз ба? Абдуллах дейтін бауырымды мен танимын, оған өзім барып жеке барып хиджама жасатқам, оны мен жеке сөйлескем, оның да көзқарасы солай.
Өзбекстандық ғалымдар бұл мәселеде өте керемет айтады. Жалпы ханафилер жын мәселесіне мүлдем тоқтамаған, қарамаған бұл нәрсе. Паническая атакадан шыққаныңызға қанша жыл болды? Уже 3 жылға шамалап қалды ғой. Менде клаустрофобия, МРТ түсуге қорқамын. Қалай кетіруге болады? Жұмыс жасау керек. Шығара аласыз ба сиқыр? Өте оңай. Сиқыр дейтін шешілу өте оңай. Егер ұстазың шайтан ол шықса соңында дейді. Молодец. Онлайн ба қалай? Онлайн де. Адамдардың өздері айтып жатқан сөздерін қабылдамаймыз. Негативный комментариялар жазып жатқан адамдар, олар өздері жайлы айтып жатқан әңгімелері. Адамдардың өздері жайлы айтып жатқан сөздерін қабылдамаймыз. Маған мықтымын деп ұйықтағанда келіп сөйлегенді естідім. Азанда тұрып Алла мықты деп айттым. Бәрекелді. Так, Руслан Мамутов деген соқыр имам бар. Бәрінің жүзін тегін шығарған дейді. Ол қандай жын, кірмейтін жын? Ой, Алла, сол жындар жіберіңдерші маған көрейік кәнекей. Өзім 5 жыл жын шығарумен айналысқам, оказывается, жын кірмейтін сол кезде түсіндім. Просто ұйықтатып жүр екенбіз ғой адамдарды. Деп галлюцинация. Ілім алыңдар, достар, ілім алыңдар. Саналарыңды ашыңдар кішкене, саналарыңды ашыңдар. Бір убеждениямен, бір наным сеніммен қатып қалып болды, бір қараңғылықтан шықпай қалмаңдар. Сендер қазір қараңғылықта жүрсіздер, мен сізге айтайын. Жын кіреді деп жүргендер қараңғылықта жүрсіздер. Шығыңдар мынау. Кішкене кругозорларыңды ашыңыздар. Төмен түсіп, арқарай қораға кіріп жүре бермеңіздер. Жын шайтанмен арпалысып. Өмір сүріңіздер. Алла Тағала Құранда «Уәлә танса насибәка минад дүния» дейді. Дүниеден өз үлесіңді алуды ұмытпа деді. Жын шайтанмен отырып алып, алысып, арпалысып, өмірлеріңді босқа жібермеңіздер. Оның барлығы сіздің миыңызда. Жын шайтан деген сіздің миыңызда. Сіз қалай сенесіз, солай боласыз. Шайтан кіреді деп сендіңіз ба, сіз шайтан болып жүресіз. Шайтан кірмейді деп сендіңіз ба, сіз ешқандай жын шайтан сізге жақындамайды. Омар сияқты болыңыздар. Сенімдеріңізді Омар дейтін сахаба сияқты дұрыстап алыңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Омар жайында не деді? Омар, сен жүрген көшеден жын шайтан жүрмейді деп айтты. Неге білесіз бе? Өйткені Омар жын шайтаннан қорқпайтын болған. Сіз жын шайтаннан қорқа беріңіз, болды, жынолықтардың клиенті боласыз болғаны. Мына Анел дейтін бар ғой, вообще қуып кетті не де болса. Мынау вообще кришасы кетіп қалған біреу екен. Шынымен сіз действительно ана молдаларға барып оқытыла қойыңыз, ренжімеңіз, шыны керек. Астағфирулла. Не айтып, не қойып отқан өз білмеймін. Оказывается, мен түсінбейтін шизофрения анау действительно сондай бір аурумен ауырып жүрген адамға жауап беріп отырмын. Сондықтан емделіңіз, ол болмайды ол дейді. Ассаламалейкум. Қайтыс болған әке шешемнің бейіттегі фотоларын алып тастауға бола ма? Оны өзіңіз шешесіз. Ол сіздің еркіңізде. Ол сіздің иелігіңіздегі нәрсе. Алып тастайсыз ба, алып тастамайсыз ба, ол сіз шешесіз. Паническая атакадан шыққаныңызға қанша уақыт болды? 3 жылға жуық уақыт болды. Қателеспесем. Әйтеуір 2 жылдай уақыт болған білемін, 2 жылдан асты. Дұрыс айтасыз, жын шайтан ойда. Әнен қарындасым, сіз сәл-сәл қуып кеткенсіз. Мен де соны айтып отырмын да, кішкене ана миын реттеп алу керек екен. Жауап беріп отырсам, жауап түсінбейтін адам. Жаңадан намаз бастағым келеді, бір мезгіл оқысам бола ма? Болады. Бір мезгіл бастасаңыз да болады, 5 мезгіл бастасаңыз да болады. Оны сіз таңдайсыз. Алла разы үшін бастасаңыз, Алла Тағала өз жеңілдігін беріп қояды. Бақсысыз ба? Жоқ, бақсы емес. Құдай сақтасын бақсылықтан. Так, достар, жаман комментарий жазғандарға мән бермейміз. Мен тіпті көңілім алып отқан жоқпын оларды. Жазса, жаза берсін, кім не жазса. Яғни олар өздері жайында жазып жатқан комментарияларға мән бермейміз.
Мына установканы миыңызға қойып алыңыздар. Біреудің аузына ақ ит кіріп қара ит шығып жатса, олар өздері жайында комментарий жазып жатыр. Қазақ оны іріген ауыздан шіріген сөз шығады дейді. Ірік ауыздан шірік сөз шығады. Аузы іріген адамның аузынан шіріген сөз шығады. Ол өзі сондай. Мысалы, біреуді мал деп айтып жатса, ол өзін солай ойлайды. Сосын басқаларды солай не істейді? Басқаларға солай баға береді. Ал егер жан дүниесі таза, жақсы адам болса, ол басқаларға солай баға береді. Жақсы адам деп баға береді. Түсінесіз ба? Әркім өзінің жан дүниесінен хабар береді. Так, сіз айтқан видеоңыздың барлығын көрдім. Сіздің басыңыздан өткен менің болған жағдайым точ дейді. Дұрыс. Бұларға жын кірмейді десеңіз, жынды мүлдем жоққа шығаруға да дайын сияқты ғой дейді. Қазір вообще мазаламайды. Мүлдем мазаламайды, мүлдем. Қазір кезде қанша, мысалы, сіздің қасыңызда отырып, мен сізге паническое расстройство жайында, өлім жайында әңгіме айтсам, сіздің мазаңыз қашып кетуі мүмкін, паническое атакада болсаңыз, егер шынымен де паническое расстройствомен ауырып жүрген болсаңыз. Маған қанша адам келеді, мысалы, күніге онлайн, офлайн адамдар келеді. Мысалы да, осы кезге дейін 1000-нан астам, 2000-нан астам адамдармен жұмыс жасадық. Мысалы, Ақтауда өзіміздің рухани сауықтыру орталығымызды аштық. Қанша адамның проблемасын тыңдаймыз. Семейный проблемалар бар. Лудомания, игромания, ішімдік, депрессивный расстройство, тревожный расстройство. Қанша адам келеді, солармен жұмыс жасадық. Солардың шығуына, осы состояние шығуына көмектестік. Не ол паническое расстройство деген? Басын бұрап жолға шығарып салдық. Мойын үзіп тастадық, былайша айтқанда, Алланың қалауымен. Айтып отырмын ғой, жын шайтанның да мойнын үзіп тастаймыз, паническое расстройствоның да мойнын үзіп тастаймыз. Қорқыныш нәрсе емес. Аллаға тәуекел етеміз, өзімізге сенеміз. Болды. Заң шықса, сен сотталасың, анау мынау уағыз айтпаңдар дейді. Қойшы айналайын. Үшінші жолы ауырып жатам, депрессия. Қантып жақсы болам. 2 жыл мұрын ауырғам дейді. Адамдардың суреті тұрған жерде періште кірмейді деген қаншалықты рас. Ол хадистерде солай келеді, жалпы. Паническое атакадан толық шығып кеткенге дейін, яғни полный курс лечения бағасы қанша болады? Консультацияға жазылыңыз, консультацияда сөйлесеміз. Сіздің жағдайыңызға қаралады. Жағдайыңызды қараймыз. Сиқыр емдіні қандай? Сиқырдың емі қандай? Сиқырдың емі Фалақ Нас сүресі, все болды. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ағайын. Ассаламу алейкум ағайын. Бүгін көктемнің алғашқы күні, жұмаға келген алғыс күні. Құтты болсын. Құтты болсын ағайын. Қай жеріңіз мынаған кісінікін енді оқи. Қай жеріңіз сіздің иман дейді. Тек ақшаны ойлаған адамсың. Алладан қорқпай, ол айтты, білімді сатпа деп дейді. Аллах Таала фаиннаху я'ламус сир ва ахфа, біреудің жүрегіне кіру ол харам болып есептеледі. Аллах Таала Құран кәрімде айтты, жүректерді, құпияларды білуші Аллах Таала дейді. Аха, болды. Осылай. Сіз қай қаладансыз? Мен Алматы қаласындамын, достар. Менде 1,5 жыл болды, диагноз жоқ дейді. Диагноз жоқ болса, егер дәрігерлер ешқандай ауру таппаса, сіздің симптомдарыңызды тексереміз. Егер паническое расстройствоның симптомы немесе депрессивный расстройствоның симптомы болса, онда олармен когнитивный жұмыс жасау керек. Когнитивно-поведенческий терапия дейтін нәрсе бар. Когнитивті мінез-құлық терапиясы. Сол арқылы шығасыз. Социофобия екеуінде не разница дейді. Паническая атака социофобияның негізгі симптомы. Егер сізде социофобия болса, значит сізде паническая атака бар деген сөз. Паническая атаканың өзінің
соматикалық және психикалық симптомдар бар ғой, жаңағы денеге беретін, денеде болатын симптомдар. Давление көтеріліп кетеді, жүрек қатты соғып кетеді, головокружение, отдышка, сердцебиение, жаңағы тремор, аяқ қолдың дірілдеуі, озноб деген бар, қалтырау, дене қалтырау, діріл іштен болады. Сосын іш ауру, асқазан күйіп ауырады, иә? Ком горло, тамақта бір нәрсе тұрған сияқты, беттер, бастар, дене шымырлайды, сол жақ немесе оң жағыңыз үйіп қалады деген сияқты. Олардың барлығы соматикалық симптомдар, паническая атака симптомдар. Ал психикалық симптомдар страх смерти болады, адамда өлім қорқынышы, өліп қалатын сияқты сезімде болады. Содан кейін жаңағы айтқан дереализация, деперсонализация дейтін нәрсе бар. Өмірдің краскасын жоғалтып алу, өмір бейне бір жалған сияқты, мына өзің тәнің өзің тікемес сияқты, басқа біреудің тәнінде жүрген сияқты сезімде боласың. Сосын үмітсіздік, болашаққа деген үміт жоқ. Сосын апатия, жата бергің келеді, ештеңе жасағың келмейді, иә? Селқостық. Солай. Осы паническая атака, осы симптомдар паническая атаканың симптомдары. Ал социофобия болса, социофобияның симптомы ол паническая атака. Сонда, егер сізде социофобия болса, значит, онда паническая атака бар деген сөз. Шымкентке келіңіз дейді. Шымкентке иншалла барамыз. Осындай сақалды ертегі жазылу керек. Бәрекелді. Игромания қалай қойдырасыз? Оған КПТ терапияны қолданамыз. Игромания. Нейроассоциация қалыптастырамыз. Мидағы убеждениялар ғой. Оның причинасы не? Құмар ойынға бара берудің негізгі причинасы не? Ол құмар ойынын немен, ұтыспен, жеңіспен ассоциация жасап алғанда, соны біз негативпен ассоциация жасаймыз. Миға дұрыс убеждениялар қалыптастырып, уже игроманиядан көңілі қалып кететіндей не істейміз? Установкалап қоямыз. Сіз кімсіз, врач? Мен психолог, исламтанушы маманмын. Мен врачтар диагнозын таба алмай қалған, врачтар ешқандай диагнозын таппаған адамдармен жұмыс жасаймын. Сосын параллельно врачтармен де бірге жұмыс жасаймын. Мысалы, врачтар рак ауруын емдейді, химиотерапия береді деген сияқты. Рак ауруымен ауырып жүрген адамдарға. Мен солармен психологически жұмыс жасаймын. Потому что ондай жаман опухольмен, жаман аурулармен ауырып жүрген Альцгеймер, Паркинсон дейтін жазылмайтын емдер бар ғой, дәрігер, жаңағы медицинада. Солар емін таппай енді врачтарға уже не істейді ғой, жаңағы барып үмітсізденіп қалады. Солардың көңілін көтереміз, соларды қайтадан қалпына келтіреміз, мына миды, іштегі сенімді оятамыз. Солай сол арқылы адамдар осы неден проблемалардан құтылады. Патологический, осы медицинский проблемалардан құтылады Аллахтың қалауымен. Жүрек ұрады, бас ауырады күнде әр жерге. Сіз дәрігерге барып тексеріңіз алдымен. Антидепрессант ішсе болады дейді. Антидепрессант, конечно, басында ішсе болады, егер пайда берсе, ішіп антидепрессантпен шықсаңыз болады. Бірақ көп іше беру дұрыс емес. Антидепрессантты көп іше беру дұрыс емес. Негізі паническое расстройствода антидепрессанттың қажеті жоқ. Антидепрессанттың қажеті жоқ. Сіз өткен ауру емессіз. Сіз псих емессіз. Психопат емессіз. Сіз қалай құтылдыңыз дейді. Психолог көмектесін. Әрине психологпен жұмыс жасадым. Российский психологтармен жұмыс жасадым. Курстарға қатыстым. Шымкентке қашан келесіз? Шымкентке Алла қаласа, осы Рамазаннан кейін барамыз иншалла. Менде қорқыныш болғаны, өліп қалатын сияқты болатынмын. Мен психолог, блогерлермен жұмыс жасадым. Психолог, блогер дегенді бірінші рет естіп тұрмын. Қорқпай қойыңыз, бұл состояние шығасыз. Жұмыс жасау керек болған. Сәлеметсіз ба? Менде паническая атака созылмалы болып қалды ма деп ойлап жүрмін. Жоқ, созылмалы деген жоқ паническая атакадан. Одан шығудың жолы бар. Шығасыз. Сәлем, Алматының қай жерінде тұрасыз? Қырғауылды поселкасында. Адам түрін көрсетіп, тұрып басқаша көрсетіп жүруге не айтасыз? Ай, түрімді
Қалай қайнасыз? Жын ба осы? Жын ба осы? Ай, сізді. Аяқ асты қайдан психолог болыңыздар, молда емессің. Иә, молдалығым да бар. Психологияны да оқығам ғой. Психологияны да оқыдым. Нұрварак университетінде психологияны да оқыдық. Сосын қосымша тағы институт оқыдық психолог мамандығы бойынша. Мен оқудан ешқашан қайтпаймын, оқи беремін, өмірімнің соңына дейін. Қазақ айтады ғой, білім алу тал бесіктен жер бесікке дейін. Жердің қойнауына кірем дегенше білім ала беремін. Иә. Сондықтан көре алмай жатсаңыздар, не деп айтайын мен сіздерге? Жарайды, ештеңе айтпай қояйын. Алматыда тұрасыз, Алматыда тұрамын. Асылып өлудің өзі сондай ауру бола ма? Сестренкам солай болып қалды. Депрессивный расстройство. Депрессивный расстройствода ангидания дейтін симптом бар. Ангидания деген өмірдің краскасын жоғалту болды. Өмір қызық емес. Өмір тас түнек, черно-белый сияқты болып қалады. Я? Болашаққа деген үміт нөл. Я? Нөл. Минус нөл деп айтсақ та болады. Соның кесірінен олар уже өмірден ары қарай смысл таппайды да, сосын ары қарай өзіне қол жұмсауға тура келеді. Менің қызым психиатрда счетта бар, 2 жыл болды, жүрек дүрсілдейді, дем қысып ауа жетпегенде болады. Паническое расстройство қызыңызда. Кейбір психиатрлардың өзі, кейбір психотерапевтердің өзі паническое расстройствоның не екенін білмейді, и дәріні басып бере береді. Ол дәрілер соңында уже шизофренияға алып келуі мүмкін. Соның үшін зерттеңіздер, асықпаңыздар, асықпай бірден шешім қабылдамаңыздар. Я. Бірден шешім қабылдамаңыздар. Олар невроз жазылмайды деп психотерапевтер біздерді дәріні бере береді. Я, мынау медицинада, психотерапияда жазылмайтын аурулар бар, біз олармен келісеміз. Бірақ біздің дініміз исламда, сосын қазіргі современный психологияда жазылмайтын аурудың өзі жоқ деп айтады. Барлық ауру жазылатындығын қазір доказать етіп жатыр. Мынау Америкада НЛП дейтін терапия бар, нейролингвистическое программирование дейтін. Сонымен ракты жазып жатыр қазір, я, психотерапияның арқасында. Қазір молда психологпын. Қазір кімсің дейді. Қазір молда психологпын. Дүниедегі эксклюзив дүкені сенікі. Қой жоқ, қайдағы. Эксклюзивке мүлдім шатағым жоқ. Мүлдім қатысым жоқ ол дүкенге. Мұсылманға керек не психология? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам психологиясы болған ғой. Пайғамбарымыз діни ислам психологиясы деген кітаптар шығып жатыр, үлкен шейхтар жазып жатыр. Пакистанның ғалымдары ислам психологиясы деген кітаптар жазып жатыр. Неге керек емес? Ислам таза психология ғой. Адам жан дүниесімен жұмыс жасайды. Психология дегенді бірінші түсініп алыңызшы. Не ол психология дегеніміз не? Психологос. Жан ілімі. Жан ілімі. Ал нағыз жан іліммен айналысатын ол не? Ол ислам. Ол нағыз психология, бұл ислам. Түсініңізбе? Мына нәрсені түсініңіздер. Ислам бүткіл ғылымды қамтиды, бүткіл ғылым исламды қамтымайды. Ислам барлық ғылымды қамтиды. Барлық ғылымды. Бірақ исламды барлық ғылым қамти алмайды. Өзіңізді тар қапастың ішіне салып тастамаңыз. Исламды тарылып тастамаңыз өзіңіздің санаңызбен. Сіздің санаңыз тар болса тар шығар, бірақ ислам тар емес. Ислам ол мұхит. Ол сіздің санаңызға сыймайды ислам деген ол. Менің санамда ол ана мұхитты сыйдыра алмаймын мен өзімнің мына тар санамда. Сонса, ислам ол мұхит. Менің санамда бір тамшысы ғана бар шығар исламнан. Қалған мұхитты қалай мен, қалған океанды қалай сыйдырамыз? Сыйдыра алмаймыз біз дейтін. Сіздің сол бір миыңыздағы бір тамшыға бола исламды шектеп қоймаңыз. Ол сіздің миыңыздағы жай ғана тамшы. Машалла дейді. Алла разы болсын. Әмин. Алла баршамызға разы болсын. Врачтарға көрініп жатыр, диагноз қоя алмай жатыр, жүрегі жақсы, бәрі жақсы дейді. Сіз Ақтауда емдейсіз ғой дейді. Алматыға көшіп кеттіңіз бе? Алматыға көшіп кеттім, қазір Алматыдамын.
Шизофрения емдемеймін. Шизофрения емдемеймін. Оны медикаменттермен, дәрілермен емдейді психотерапевттер. Бас ауруды, аллергияны жазасың ба дейді. Я оны психосоматикамен жұмыс жасаймын. Психосоматика арқылы. Өзім психосоматологпын. Психосоматолог, психологпын. Парапсихолог, халық емшісімін. Ислами халық емшісі. Менде осындай шизофрения. Исламтанушымын, онда айта кетейін. Жазып беріп жатыр. Қазір намаздамын. Аллаға шүкір, жүрегім тынышталды. Қорқыныш басылды, тамаша. Менде вообще түкке зауқым жоқ. Ештеңе керек емес, түкке қызықпай. Ол неге? Сізде апатия. Сізде апатия. Агорафобияға қандай метод қолданасыз? КПТ. Когнитивно-поведенческий терапия. Когнитивно-поведенческий психотерапия дейтін нәрсе бар. Алла разы болсын, рахмет. Әмин, Алла баршамыз разы болсын. Ахмет Яссауи тобында жігіттерді қолдайсыз ба? Бейнелік ағыларды. Мен білмейді екенмін, оның хабарым жоқ. Керемет түсіндіреді екенсіз. Алла разы болсын. Әмин, Алла баршамыз разы болсын. Невроз либидоға әсер ете ме, ұстаз дейді. Жоқ, әсер етпейді. Невроз дейтін нәрсе ешқандай адамды өлтірмейді. Невроз дейтін адамды ешқандай ауру қылмайды. Просто ол ойлар, арқарай ойларды күшейтіп алып, өзіңізді ауру қыла бересіз да. Сондықтан невроздан тезірек шығуға тырысу керек. Ойлар санаңызда ауру, денеңізде ауру жоқ неврозда. Адам денесінде салдық, немесе денесінде нұқсандық жоқ. Невроз кезінде адамның миында нұқсандық бар да, миында салдық бар. Апатия дегенге қалай емдейді, емінді айтсай дейді. Хорошо, айтайын. Өмірге деген құлшынысты арттыру керек қой. Жұмыс жасап бастау керек. Өмірде сізді ұстап қалатын бір нәрсемен айналысуыңыз керек. Өмірде сіздің көңіл күйіңізді көтеретін. Менің сұрағымның жауабын білмейсіз бе дейді. Сіздің сұрағыңызды мен оқымадым, оқып үлгере алмай жатырмын. Барлық сұраққа жауап беруге міндетті емеспін. Оқымай да кетіп жатырмын кейбір сұрақтарды. Саламатсыз ба? Өз-өзін ұру бар ма? Депрессияда бар. Өз-өзін қабылдамау. Самооценканың, низкая самооценканың кезінде де болады ол. Сіз дәрігерсіз бе? Қандай ұстазсың, сонда жаңа кіріп отыр едім. Мен дәрігер емеспін, мен психологпын. Психолог, психосоматолог, исламтанушы маманмын. Халық емшісімін. Онда айта кетейін. Жалпы барлық жағынан сертификатым бар, дипломдарым бар. Оразада түкірік жұтыла ма? Жұтыла береді, түкірік ештеңе етпейді. Аутизм немереде ем бар ма? Мен оны аутизммен жұмыс жасамаймын. Аутизммен жұмыс жасамаймын. Ол может ата-анасымен проработка жасау керек шығар. Ата-анасымен проработка жасаған кезде, психосоматикада кішкентай баламен жұмыс жасамайды, ата-анасымен жұмыс жасаған кезде бала қалпына келіп бастайды, бала жақсарып бастайды. Түнде шошынып жата алмау, тревожный расстройство ғой, сізде қорқыныш бар да? Өңеште жара бар деген қалай кетірсе болады? Жара ауру барлық кетеді ой өрісті кетірумен. Сонсыз ба? Ақтауға келесіз бе? Ақтауға бұйырса барамыз, мамыр айында. Сонымен жын шығаратын бауырларды адасқан дейсің ба дейді. Жоқ, адасқан, адаспаған деп мен біреуге үкім бере алмаймын. Кімнің адасқан, кімнің тура жолда жүргенін, оны бір Алла шешеді. Менің өзімнің көзқарасымды айтып, мен жын кірмейді болғаны. Жын кірмейді. Жын кірмейді деп айту адамды діннен шығармайды. Немесе жын кіреді деп айту адамды діннен шығармайды. Ал жын шайтанды түгейлі, жын шайтан жоқ деп айту адамды діннен шығарады. Сондықтан жын шайтан бар, параллельно бізбен өмір сүреді. Бірақ мен жын шайтандардан қорықпаймын, никак қорықпаймын. Жын шайтандардан ешқандай қорықпаймын, маған олар зиян бере алмайды, ешқандай да. Потому что инналлаха мағана, Аллах тағала бізбен бірге болды. Алла бізге жеткілікті, Аллаға сенеміз. Адамға дауыстар не үшін естіледі? Оны слуховой галлюцинация дейді. Слуховой галлюцинация.
зрительный галлюцинация бар, слуховой галлюцинация бар. Көзге көрінетін бір көрініп жүретін галлюцинация болады, и құлаққа естілетін дыбыстар ол жаңағы айтқан слуховой галлюцинация. Ол миға кислородтың дұрыс бармауынан болады. Сондықтан денеде напряжение болған кезде дене қысылып жүреді постоянно, стресс депрессиядан денеде. Стресс дегеніміз напряжение деген. Ағылшын тілінен аударғанда напряжение дегенді білдіреді, груз дегенді білдіреді. Яғни сіздің үстіңізде жүк бар сияқты жүресіз, ауыр, зіл болып, сонан денеде қысым пайда болады. Сол қысымның кесірінен миға көп кислород бармайды. Сол кезде құлаққа әртүрлі дыбыстар естіліп бастайды. Ол жын шайтан емес. Жын шайтанның дауысын ешкім естімейді, оны ешкім көрмейді. Алла Тағала Құранда солай айтты. Иннаху хуа яракум ва қабилуху мин хайсу ла тараунахум. Жын шайтандар сендерді көреді, сендер оларды көрмейсіңдер дейді. Естімейсіңдер де, көрмейсіңдер де. Сондықтан ол галлюцинация мидағы. Подсознаниеден шығып жатыр. Мидағы сақталып қалған дауыстар. Мысалы, қазір мен сізге айтамын да, лимонды елестетіңіз деймін. Лимонды елестетіңіз. И сол лимонды елестеттіңіз ба, ортасынан ойша кесіңіз, ойыңызда кесіңіз, и жартысын алыңыз да аузыңызға қатты кислый согын ағызыңыз. Лимонды ағызыңыз. Сразу сөл бөлінеді сізден автоматически. Бұл қаяқтан келіп жатыр? Біздің подсознаниеден келіп жатыр. Яғни подсознаниеде долгосрочный память дейтін нәрсе бар. Краткосрочный память, долгосрочный память. Долгосрочный памятьте сіздің жаңа лимонның дәмі сақталып тұр. Дәл сол сияқты құлағыңызға естіліп жатқан дыбыстар да сіздің подсознаниеде сақталып тұрған нелер? Дыбыстар. Видео қарадыңыз, кино қарадыңыз деген сияқты. Ақтауда емессіз бе? Жоқ, қазір Ақтауда емеспін. Дұрыс психолог екенсіз, рахмет дейді. Оқасы жоқ. Таразға келесіз бе? Бұйырса, иншалла Таразға барамыз. Жалпы тур жасаймыз, Алла қаласа. Тур бастаймыз. Рамазан айы біткеннен кейін аман есен біз оразамызды аяқтайық, тарауих намаздарын өткізейік, Алла қаласа. Оразамызды бітірейік. Сосын ары қарай. Оған дейін мен Алматыда осы келген адамдармен жұмыс жасаймын. Менің жаңағы терапиям бар ғой, бір апталық терапия. Үйде қабылдап, үй болғанда үлкен бір зданиямыз бар. Сол жерде жатақ жайы, ішіп жеу барлығы ішінде. Сол жерде қабылдап адамдарды жаңағыдай қорқыныш үрейден шығарып жатырмыз, депрессиядан шығарып жатырмыз. Аллаға сан шүкір, бір аптаның ішінде. ВСД-ма дейді, ВСД, вегетациялық дистония. Бұл ВСД дегеніміз медицинаның тілінде. Павричный дасыз ба дейді. Павричный емес, Сымбат ханым, павричный емес. Қырғауылды дейтін жерде. Қырғауылды поселкасы. Райымбектің жанындағы Қырғауылды дейтін поселка. Түсінді постоянно секс көремін дейді. Подсознание бұзылған ба, сонда. Әрине, сіз түсіңізде емес, күндіз өңіңізде де соны ойлайсыз ғой, содан кейін түсіңізде көресіз. Ассаламалейкум. Қай қаладасыз? Ақтау қаласында. Алматы қаласындамын. Манискаға атакадан олай шығамыз, оңай шығасыз. Жұмыс жасаймыз, шығасыз. Менің оң құлағым дыбырлап жүреді ауырғалы дейді. Дыбырлап емес, жыбырлап шығар. Жыбырлап, шыңылдап тұрады панический расстройство кезінде құлақ деген. 21 ғасырдың ауруы дейді. Жын болса шығара алса, шығарамыз, жынды шығарамыз. Жынның басын үземіз, шығарамыз жын шайтан деген. Келіңіз. Убеждениеңізді өзгертіп жіберем, жыннан қайтып қорқпайтын боласыз. Маған келген адамдардың барлығы жыннан қорқпайтын деңгейге жетті ғой. Түсініп жатсыз ба? Өмір бақи жын деген теманы айтпайтын болды, түсінікті болды да. Сізбен қалай сөйлесем? Менімен сөйлескенде ассистентке хабарласасыз, менің парақшама өтсеңіз, сол жерде жаңағы айтқан ассистенттің номері бар. Байланыс деген кірсін, бағасы қанша дейді. Консультация 10 000 теңге, достар. Күшті түсіндіреді екенсіз. Алла разы болсын. Жынды құмыраға тығып бере аламысыз ба дейді. Жынды құмыраға тығып бере аламын. Сіздің 3 желанияңызды айтасыз, орындайды жын шайтан. Сіздің желанияңызды 3 өзіңіздің жаңағы қалауыңызды. Адамдардың жасағанынан қалай құтылуға болады дейді. Адамдардың жасағанынан қалай құтылуға болады түсінбедім.
Ақтауға келсеңіз, бұйырса Ақтауға барамыз. Адамдарды қалай қабылдайсыз? Онлайн, офлайн қабылдаймыз адамдарды. 35 жыл жындары бар үйімді тыныштық жоқ, қызыма кірген үйде қызында шығару болады ма дейді. Шығарамыз жын шайтан деген, пайымдамаңыз. Менің үлкен Абдрахман. Не болды балам? Абдрахман? Менің үлкен қызым 13-те кеше шошып оянды. Не болды десем, аяғымды жүн адам ұстады деп жылады дейді. Ол миында подсознаниеде. Өйткені қазір кездегі балалардың барлығы сотқа қарайды. Телефон қарасаңыз, ютубта кілең қорқынышты, жаңағыда үсті жүн әртүрлі адамдарды көріп жүр. Солардың барлығы біздің подсознаниеге кіріп жатыр. Түнде сол нәрсені түсінде көреді. Сонатса, түнде сол нәрсені түсінде көреді. Мен кішкентай балдармен жаңағы подростковый возрастта жүрген балдармен көп жұмыс жасағам. Барлығының миында сондай жүн адам, қара адам, тыржалаңыш, басында шаш жоқ адам, қорқынышты, құбыжық адамдар. Өйткені әлеуметтік желіде сондай нәрселердің бәрін көріп жатыр. Ол солай жасалған нәрсе ғой, солай жасалып жатыр, чтобы адамдарды солай улау үшін, адамдар қорқынышта, үрейде өмір сүру үшін. Ол ар жақтан жаңағыдай жасалып жатқан нәрсе. Адамдар қанша қорыққан сайын, сонша дәрі-дәрмектер де көп өтеді. Сосын тамақтар да көп өтеді, мысалы. Адам қорқыныш, үрейде жүрген адам тамақ жей береді. Немесе дәрі іше береді депрессиядан. Кішкентай әлдейімнің басында су бар дейді, оқып кетіре аласыз ба? Оқуға болады. Өйткені Құран шифа, Құран шифа. Егер сіз сеніп алып келсеңіз, ол кетеді. Жүрегім тасырлап, басым айналып, өліп кететін адам құсап жүремін. Ауа жетпей қалатын сияқты дейді. Сізде тревожность бар, тревожное расстройство бар. Аятул Курси, Ихлас, Фалақ, Нас сүрелерін оқып, дем салыңыздарсай, өз-өздеріңе орта өзгерту керек. Дұрыс айтатын екен. Дәріге тәуелді қылады екен. Өзім жақында босанғам, өзімді қорқып қалғам, қызымды ерте ұйықтатып жүрмін, тел бермей. Дұрыс, өте тамаша. Тел бермеу керек. Кішкентай балаға телефон қаратудың қажеті жоқ. Еще қаратасыз ба, онда жаңа тексеріңіз, қандай ол не қарап жүр. Қой балам. Обой түріңнен. Қой, достар, жарайды онда. Аллах Тағала өмірлеріңізге берекет, бастарыңызға амандық, дендеріңізге сауық берсін. Шаршамаңыздар, бүгін қасиетті жұма құтты болсын. Алла екі дүниенің бақытын берсін. Адамға неге жаман ой келеді дейді. Ол жаман ой автоматически келеді ғой. Ужас елестер тура болып келеді екен дейді. Сәлеметсіз бе, психологсыз ба? Психологпын. Амансыз ба? Психолог, исламтанушы маман. Басымнан дыбыс естіледі. Ол слуховой галлюцинация, достар. Так. Алла бастарыңызға амандық, дендеріңізге сауық берсін. Қобалжу көбейіп кетсе, дем салдыру керек пе дейді. Дем салдырсаңыз болады, жұмыс жасауға болады. Психолог маман, жұма қабыл болсын, дұға етіп қойыңыз оқырмандарыңызға, иншалла. Обязательно дұғадамыз. Мен түсінуім бойынша намаз бізге берілген психика қалыпты тұру үшін ауя. Олай да болуы мүмкін. Оны Аллаху алам, бір Алла білуші. 3 жыл болды құлақтағы шум, ойлау қабілет бұзылғанына.
сізде окер соны ойды реттеу керек. Сізді тыңдап отыра берген жақсы екен еді. Прием қанша? Алла разы болсын, Айгөлек. Прием 10 000 теңге. 10 000. Кардионевроз қалай емдеуге болады? ВСД неге деген не? ВСД вегетососудистая дистония дейтін нәрсе, ол медицинадағы тілі. Ол невроздың медицинадағы тілі, диагнозы. Психологияда паническое расстройство, паника, тревожное расстройство деп айтады. Кардионеврозды емдейміз. Кардионевроз өте оңай емделеді. Камаладдин сенбісің дейді. Я, Камаладдин. Аумин, өзіңізге де жұма барак болсын. Күн қайырлы өтсін. Аумин. Сәлеметсіз бе? Өлгісі келсе қорқыныштан ба? Жоқ. Өлгісі келу бұл депрессивный расстройство, депрессиядан. Суицидальная тенденция дейтін нәрсе бар. Депрессивный расстройство. Ағай жын шыққан адамда қайта кремады. Жын кірмейді, мүлдем жын кірмейді. Уайымдамай қойыңыз. Менің көзімді жұмсам, неше түрлі елестер келеді дейді. Бұл галлюцинация бар. Басымнан тоқтың дыбысы естіледі. Шымкентке келіңізші, бұйырса Шымкентке барамыз. Ассалаумағалейкум, сіздің сұхбатыңызды көрдім. Неге имамдар өлімді көп айтты депсіз? Келіспеймін. Мен айтады депсіз деп сұрақ қойған жоқпын. Мен өзім мешіт саласында қызмет атқарған адаммын. Мешітке барамын, жиі барамын. Жұма намазға барамыз. Жұма намаздағы уағызды тыңдаймыз. Ислам тек қана өлімді уағыздаудан тұрмайды. Ислам ол мұхит. Сәлеметсіз бе? Менде паническая атака, қорқыныш, стресс. Жалғыз жүргенімге қорқам. Бас айналады. Чаткас дейді. Қашан Шымкентке? Шымкентке Рамазан айынан кейін, иншалла. Сіз қай қаладасыз? Мен Алматыдамын қазір. Сәлеметсіз бе? Салауат деген не және қалай айтылады? Зікір деген не? Түсіндіріңізші дейді. Салауат дегеніміз пайғамбарға салауат айту, пайғамбарға дұға жасау деген сөз ғой. Зікір дегеніміз Алланы ұлықтау. Алланы ұлықтау. Ассалаумағалейкум. Шумнан андишкам қозады, не істесем болады? Сол шумды кетіру керек. Алматы қай жері? Қырғауылды поселкасы. Қырғауылды поселкасы Самал 1В. Ақтауда емессіз бе? Жоқ, Ақтауда емеспін қазір. Қазір Алматыдамын. Алматыға көшіп кеттім. Рахмет. Оқасы жоқ. Оқасы жоқ, достар. Оқасы жоқ. Керемет. Бүгін жақсы отырыс болды сіздермен. Бас қостық. Керемет. Мінекей. Жарайды, достар, онда. Аманшылықта, саушылықта бұйырса кешке тағы да жолығамыз деген ниеттемін.